Кешкі астарын енді ғана алдарына ала бергенде дала аламан тасыр болды да кетті. Адамдардың айқай-шуы, арлы-берлі шапқылаған дабыр-дұбыр дастархан басындағыларды селк еткізді. Өзгелерден бұрынырақ орнынан ұшып тұрған Дастан көше жақтағы терезеге ұмтылды. Көнетоз көк пердені ысырып жіберіп, терезеден сыртқа үңілген ол: «Өрт!» деді үрейлене. «Өрті несі? Қайдағы өрт?» Екі рет ұмтылып барып орнынан созалаңдай тұрған Қалипа қос қолымен белін жүре сипалап терезеге жақындады. «Апа, біздің үй өртеніп жатыр!» Дастан қатты айқайлап жіберді. «Астапыралла, біздің үй дейсің бе? Енді жетпегені осы өрт еді!» Қалипа жерге төселген қара алашаның шетіне шоңқия кетті. Көздері жасаурап, жыларман күйге түскен. «Апа, біздің үй болғанда бұрынғы үйімізді айтамын. Өртеніп жатқан бұрынғы үйіміз ғой!» Өрттің мән-жайын енді түсініп, қауіп-қатерден құтылғандай болғанмен, Қалипа әлі де мазасызданып: «Апыр-ай, өртпен ұры айтып келмейді деген осы екен-ау, тек әйтеуір өздері аман болғай», деді тітіркене кемсеңдеп. Осы екі арада апыл-ғұпыл сырт киімдерін үстіне іліп алған Дастан: «Апа, мен өрт сөндіруге кеттім», деп далаға қарай тұра жүгірді. «Балам-ау, өзіңе абай болғайсың, қолыңа күрек ал үйден, айтпақшы шелекте ала кет, су тасығанға керек болады». Қалипа сыртқы есікті тарс жапқан ұлының соңынан дауыстап үлгерді. Оқтай атылған Дастан ауылға шыға бере, даладан кіріп келе жатқан Тастанға соқтығысып қала жаздады. «Өй, сен бейуақытта қайда жүрсің? Апам ұрсып жатыр саған!» Інісіне жүре сөйлеген Дастан ауланың шетінде орналасқан тәпелтек қораға қарай жүгіре жөнелді. Ол қораның ішінен сабы сынған істік күрекпен бір бүйірі майысқан ескі шелекті алып шыққан кезде Тастан есік алдында әлі тұр еді. «Әй, сен неге үйге кірмей тұрсың?» деді Дастан жөпелдемеде асығыс тіл қатып. Ағасына жауап берудің орнына Тастан: «Сен өзің қайда шықтың?» деп қарсы сұрақ қойды. «Мен өрт сөндіруге кетіп барамын. Анда біздің үй өртеніп жатыр ғой». «Айтасың-ау сенде, ол ешқандай да біздің үйіміз емес», деді Дастан аузын бұртитып. «Бұрын біздің үй болған. Болсашы. Сен не, бұрынғы үйімізге жаның ашымай ма?» «Ашымайды, мүлдем ашымайды». Ішке қарай жұлқыназып берген Тастанның соңынан сықырлауық есік сарт етіп жабылды. Дастан желе жүгіріп жеткен кезде өрт әбден күшіне мініп алған екен. Еңселі биік үйдің сол жақ қапталы түгелдей қызыл отқа оранған. Алаулаған қып-қызыл жалын көкке шапшып, тиген жерін жапырып барады. Айнала азан-қазан. Адамдардың у-шуынан құлақ тұнады. Тұс-тұстан шелекпен су шашып, күректерімен отты сабалағандардың әрекеттерінен ештеңе өнер емес. Аудан орталығынан өрт сөндіретін машина шақыру керек. Ол жақтан арнайы машина келіп жеткенше мына үйде бір жақты болатын шығар. Қарбалас қимылдан қолдары босамаған адамдардың ауыздары да бір сәт тыным табар емес. Жарыса даурығып, бірінің аузынан шыққан сөзін екіншісі іліп әкетеді. Анық үйді құтқара алмайтын болсақ, онда есікті бұзып, ішіндегі дүние мүліктерін сыртқа шығарайық. Дұрыс, тым құрығанда соларын аман алып қалайық. Бірақ иелері жоқ үйдің есігін сындырып кіріп, ертең басымыз дауға қалып жүрмесін. Расау, күні ертең үйімізде 100 000 долларым бар болатын деп жала жапса қайтесің? Ойбай, бет аулақ. Басымызды бәлеге тігіп неміз бар. Одан да мына өртті сөндіре берейік. Дүние мүлкі бұйырса аман қалар. Ол бұйырмаса амал нешік? Сыртқы есіктің құлпын бұзып, ішке кіруге оқталған 3-4 еркек райларынан тез қайтты. Қолдарындағы қайқыбас сүймендерін лақтырып тастап, үйдің жанында өртпен арпалысқандардың арасына қарай ойысып кетті. Үйінен келген бойда біресе шелегімен су тасып, біресе қолындағы күрегімен отты сабалап,
Өрт сөндіру ісіне шұғыл кірісіп кеткен Дастанның үлкендер айтқан үзік-үзік әңгімелерден ұққаны, үй иелері екі қызын алып, қаладағы туыстарына қыдырып кеткен көрінеді. Көршілерінің сөз саптауына қарағанда, үйлеріне тек ертең кештете оралуы мүмкін. Өрттің неден, қалай шыққанын да ешкім білмейді. Алаулаған жалыны ұлғайып, будақ-будақ түтіні аспанға көтерілген кезде ғана сол маңнан өтіп бара жатқан кісі байқап қалған. Әттең, сәл ертерек көргенде мына өрт мұншалық асқынбай тез өшірілетін еді ғой, деп Дастан күйзеле өкінді. Ауылдағы ең биік, ең әдемі үйдің көз алдында жойылып бара жатқанына іші удай ашыды. Дәл осылай, және біраз жанса, мына әсем үйдің орнына тек үйінді күлдің қалатынын көз алдына елестеткен Дастан одан сайын ышқына түсті. О баста шешесінің, баламау, өзіңе абай болғайсың, деген ақылын ескеріп, сақтықпен қимылдап жүрген ол, енді бәрін ұмытып, өрттің нағыз асқынған тұсына қарай ұмтылды. Үлкендердің, әй, өлейін демесең кері қайт, деп айқайлаған сөздерінде құлағына ілер емес. Сабы сынық, істік күрегін оңды-солды сілтеп, алаулаған жалынды сабалауға көшкен. Қып-қызыл оттың ыстығына қақталып, беті қолының күйіп жанғанын да елейтін түрі жоқ. Ей, Дастан, саған не көрінді соншама аласұрып? Желкесінен біреу ұстаған дауыс иесіне жалт қараса, дене шынықтыру сабағынан беретін Досбол ағайы екен. Әй бала, мына түріңмен сен тірідей отқа пісіп қаласың ғой, деді Досбол ағайы тегеурінді қолдарын әлі де босатпаған күйі. Ағай, тезірек жіберіңізші, үй өртеніп кететін болды ғой, деді Дастан мұғалімнің қолынан босанып шығуға әрекеттене бұлқынып. Қарай көр мұны, қаңқиған үйге елжірей қалуын. Ал егер сен өртеніп кетсең, кім жауап береді екен? Қорықпай-ақ қойыңыз, ағай, сіз жауап бермейсіз. Қатты қателесесің. Егер сен осыдан бір нәрсеге ұрынсаң, осында жүріп саған бас көз бола алмаған мына мен, сенің сынып жетекшің бірінші жауап береді. Ал сонда мына үйдің өртенгеніне кім жауап береді екен? Жә, оған сен басыңды қатырмай-ақ қой. Ол жағын бүге-шүгесіне дейін анықтайтын заң орындары бар ғой. Мұғалім сөзін аяқтап үлгермей, өрт сөндірушілерге қарай екпіндей жүгіріп келе жатқан учаскелік инспекторға көзі түседі. Әне, өртке кінәліні анықтайтын адамның өзі де келді. Досбол шәкіртін босатып, капитан шеніндегі жас жігітке қарсы жүрді. Ұстазының шеңгелінен құтылған Дастан. Егер біле білсеңіз, маған ең алдымен үйдің мүлдем жанып кетпегені керек, деп қайтадан лаулаған өртке қарай тұра ұмтылды. Ұстаңдар анау баланы. Апырай, мына бала тіпті өліп кетуге барау. Тұс-тұстан айқайлаған адамдар Дастанның жолын кес-кестей берді. Артынан өкшелей қуып жеткен Досбол тағы да шап беріп ұстай алып, тыпыр еткізбей қойды. Ағай, жіберіңізші, жіберіңіз деймін. Дастан әрлі-берлі ышқынғанмен ештеңе шықпады. Манадан бері мән-жайды сырттай бақылап тұрған ауыл ақсақалы сілкілескен екеудің қасына жақындады. Балам, шамалы сабыр етші, деді ол сөзін Досболға арнап. Балам, шыр-пыр болып, өртке араша тұрмақ ниетің құптарлық-ақ екен, бірақ көзсіз батырлықтың қажеті жоқ. Текке араңдап қалуың мүмкін. Ойланбай істелген істің артынан опық жегізетіні бар. Өзің былай дұрыстап қарашы, анау өртті енді өшіру еш мүмкін емес қой. Сонда үй тегіс жанып кете ме? Деді Дастан еріндері кемсеңдеп. Оған лажың қайсы? Деді шал күрсініп. Өрт тілсіз жау деген осы ғой. Қарттың күдер үздірер көзінен кейін үмітін жоғалта қоймаған Дастан. Ата, сізді бәрі тыңдайды ғой, сіз айтыңызшы, ауылдың барлық адамдары жабылып өртті сөндірсінші, үйді құтқарып қалайықшы, деді жалбарына сұранып. Ой, баламай, онсыз да ауылдың іске жарамды бар адамы осында жүр ғой, деді ақсақал Дастанды басынан сипай бауырына басып. Тек мына тілсіз жауын дес бермей тұрған жоқ па? Енді сәл кешіксек,
от үйдің ішіне де түскелі тұр-ау. Қария бұдан кейін Дастанның жанында тұрған Досболға бұрылып: балам, сен анау участковыйға айт, есікті сындырып, ішіндегі заттарды сыртқа шығаруға рұқсат берсін. Үй иелері жоқ деп, осылай әрекетсіз тұра берсек, мына өрт сәлден кейін үймен қоса байғұстардың да бар мүлкін тып-типыл етер. Сондықтан тым құрығанда дүние мүліктерін құтқарып қалайық, деді ауыл ақсақалы ретінде кесімді байлам жасап. Осы шешімнен кейін іле-шала үйдің есігі сындырылып, ішіндегі заттар далаға тасыла бастады. Адамдардың бұл іс-әрекеті осыған дейін үйді құтқарып қалармыз деп жанын сала тыраштанған Дастанның соңғы үмітін үзіп жіберген еді. Қарияның құшағынан атылып шыққан Дастан үйіне қарай жүгіре жөнелді. Екі көзге ерік берген, қос жанарынан сорғалаған жас тамшылары отқа қақталған күйелеш-күйелеш беттерін жуып бара жатты. Арпалысып жүріп, ет қызуымен байқамаған екен. Үйге келген соң ыстығы көтеріліп, отқа күйген жерлері күлдіреп-күлдіреп шыға келді. Шешесі: байғұс баламай, абайласаң етті, тіпті пісіп қалыпсың ғой, деп сөйлей жүріп, беті қолының күйген жерлерін қаздың майымен сылап тастады. Түні бойы қайта-қайта шошып оянып, дөңбекшіп шыққан Дастан таңертең мектебіне бара алмады. Қызуың әлі қайтпаған-ау, бетің алаулап тұр ғой, деп сабағына жібермей қойған шешесі еді. Оның бер жағында жара-жара күйінде Дастанның өзі де балалардың көзіне түскісі келмегенді. Таңертеңгі шайларын ішіп бола бергенде үйлеріне учаскелік инспектор Тоқтаров кіріп келді. Полиция қызметкерінің суыт жүрісінен секем алған шешесі: қарағым-ау, тыныштық па әйтеуір, деді үрейін жасыра алмай. Жә, пәлендей қобалжымай-ақ қойыңыздар, деді Тоқтаров өзінің бұл келісіне аса мән бермеуге тырысып. Мен былай Дастанмен аздап әңгімелессем деп. Әңгімелесе беріңдер, сендерге ешкім бөгет жасамайды. Міне, тіпті шайда әзір тұр, деді шешесі қонақты дастарханға шақырып. Жоқ, шайыңызға рахмет, мен балаңызбен жеке сөйлессем. Онда анау төргі бөлме бос тұр ғой, сонда барыңдар. Дастан орнынан созалаңдай тұрды да, учаскелік инспекторды ертіп, оңаша бөлмеге кірді. Төрге төселген көрпешенің үстіне аяқтарын малдас құра жайғасқан капитан баланы қасына отырғызып, суыртпақтай әңгіме тарта бастады.